Сәлем балалар, қал жағдайларың қалай? Бүгін бізде әліпби 1-ші сынып. Тақырыбымыз 17-ші сабақ. Тақырыбымыз Л дыбысы мен әрпі. Балалар, Л әрпін көріп тұрсыздар. Л әрпін қарындашпен жасап көрсет деген. Балалар өздеріңіздің сөмкелеріңіздегі қарындаштардан Л әрпін осылай жасап көрсетулеріңе болады. Суретте не көрсетілген балалар? Лақ көрсетілген, е? Л деген дауыссыз көк нүктемен берілген. А дауысты қызыл нүктемен, Қ дауыссыз болғандықтан көк нүктемен берілген. Енді балалар, біздер суретке қарайық. Сұрақ қою және оқушылар жауабының дұрыс және толық болуын қадағалау. Мынау не? Бұл лақ. Лақ қандай? Лақ ала. Ол қайтеді? Ол маңырайды. Балалар, осылайша сұрақ қою арқылы біздер лақтың қандай екенін білдік, е? Лақтың түсі қандай? Лақ ала. Ол не істейді? Маңырайды. Сонымен балалар, бүгінгі біздің өтіп отырған тақырыбымыз Л әрпі мен дыбысы. Л деген әріп көріп тұрсыздар өздеріңіз, көк жазумен белгіленіп тұр, е, көк түспен. Ол ненің белгісі? Ол Л әрпінің дауыссыз деген белгісі. Ал енді балалар, кітаптың суреті тұр, яғни біздер берілген әріптердегі сөздерді оқимыз. Бірінші сөз ал, екінші ала, үшінші алар. Екінші бағанда ара, арал, арала. Ала, бол. Арал, алманы ал. Арал, ара ал. Ағаш, арала. Балалар, яғни бұл сөздердің барлығында дерлік Л әрпі бар. Бұлт деген сөзде сөздің ортасында. Алма деген сөзде де сөздің ортасында. Ағаш деген сөзде арала деп. Ағаш арала деген сөзде де бар. Енді балалар, бізге суреттер берілген. Осы суреттердің ішінде Л әрпі қай жерде орналасқан? Ең бірінші суретте алма. Екінші әріп болып тұр, сөздің ортасында келіп тұр. Екінші суретімізде балға. Яғни сөздің ортасында келіп тұр Л әрпі. Бал. Бал деген сөзде Л әрпі сөздің соңында келіп тұр, балалар. Балалар, яғни Л деген әріп дауыссыз дыбыс. Ол сөздің ортасында, басында, немесе аяғында келу мүмкін. Балалар, сонымен бүгінгі біздің тақырыбымыз аяқталды. Каналға тіркеліп, жазылуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар балалар.